ұзақ ойландым, шыны керек, андай бір сипаттайтын, бұндай жекпе-жектерді бір сипаттайтын бір сөз тіркесі керек негізі. Өйткені Рүстем Құдайбергенов бұл Қаныбек болсын, иә, ол екеуі негізінен бір философияны ұстанатын жігіттер ғой, ММА-да. Ешқашан бір қарсылас алдаған емес. Әсіресе Қаныбек ол қазақстандық жігіттермен текетіресі өте бай жігіт. Иә, енді Қазақстандағы ең бір танымал қырғыз жігіттерінің бірі шығар, иә, қазіргі таңда. Шықпаған бір лигасы қалмағанда шығар Қазақстанда. Және стилі жағынан алып қарайтын болсаң, енді бұл жекпе-жек андай бір іш пыстыратын болуы мүмкін емес. Тем более 3 раунд. Тем более Рүстем бар. Иә, сондықтан енді 5 раунд төбелесіп нетудің қажеті жоқ. 3 раунд енді динамика өте сұмдық болады деп есептеймін. Екеуі де көп күресе қоймайды, бірақ екеуі күрескеннің өзінде де негізінен көп өте белсенді шабуылдайды күресте. Андай бір жатып алып қарсыласты ұстап тұру, ұпай жинау деген нәрсе жоқ. Қанабекте, Рүстемде жоқ ондай нәрсе, иә. Әбден мына жауынгерлік бір психологиясы сондайға нетіп кеткен ғой, жатып алған жекпе-жекті тек қана мерзімнен бұрын аяқтау. Сондықтан иә, бәлкім бұл енді бұл таза бір ММА қарайтын адамдар үшін сондай бір тартымды жекпе-жек болуы мүмкін. Бұның аудиториясы кең болады дегенге сенбеймін. Бірақ бұның аудиториясы, бұны енді ММА-ды, әсіресе біздің аймақтағы ММА-ды қарайтын адамдар бұндай жекпе-жекті өткізбейді деп ойлаймын. Әсіресе соққы алмасу көп болатын сияқты бұл жекпе-жекте. Бұл жекпе-жек негізінде нағыз фанаттарға арналған жекпе-жек қой. Біз Рүстемді білеміз, Қаныбек те біледі, Қазақстанда бірнеше жекпе-жек өткізген, бірнеше біздің Қазақстан жүрген спортшылардан жеңген. Рүстем қазір лигаға қайтып оралды, иә. И Қаныбектің опыты көп, жекпе-жектері көп. Сондықтан, бір Қаныбектің бір проблемасы қазір бар. Қазір ол серия поражений. Прям серьезная серия поражений қазір. Рүстем сейчас нормально, хорошо келе жатыр. Сондықтан я чуть-чуть вижу Рүстема фаворитом. Как будто бы, білмеймін. Сен қалай ойлайсың? Иә, ол қалыпты нәрсе ғой, иә, соңғы бір тенденцияларға, бір сандарға жүгіну деген сияқты. Соңғы жекпе-жектері. Бірақ көрдің бе, бұл жерде Рүстемнің де мынандай бір фактор бар да, ол ешқашанда былай жай ғана жеңіс үшін жұмыс істемейтін адам. Кейбір жерлерде тәуекел етіп жіберуі мүмкін, кейбір жерде артық кетуі мүмкін да. Мысалы Рустамбекке қарсы жекпе-жекте, иә, мысалы кейбір жерлерде менің ойымша ол жекпе-жек барысында артық кетіп, өзі қолда тұрған жеңісінен айырылып қалды. Сондай нәрселер болуы мүмкін да. Екеуінің де шынымен де ана жерде жан беріп жан алмасуға дайын болатын түсініп отырмын да. Сондықтан иә, ондай жекпе-жектерде болжаудан тыс осындай бір психологиялық, менталды факторлар көп әсер етеді. Сонысымен қызық. Және енді екеуі ең алдымен бұл қалай дегенмен жанкүйердің қамын ойлайтын адамдар. Қарап отырған адамның жанкүйердің октагонның маңайында, экранның ар жағында отырған жанкүйердің қамын ойлайтын адамдар. Сондықтан екеуі де барын салады деп ойлаймын.